Тұздың түрлері және олардың пайдасы. Адам ағзасының дұрыс қызмет етуі барысында тұз элементі қажетті компоненттердің бірі саналады. Менің байқауымша, қазіргі кезде балалардың да, үлкендердің де жүйкесі әлсіз, ашуланшақ екенін жиі байқаймыз. Мұның себебі адам ағзасындағы табиғи тұздың жеткіліксіздігі. Тұздың ағзаға жеткіліксіздігінен миға ауа жетіспей, түрлі ауруға шалдықтырады. Тұздың йодталған тұз, теңіз тұзы, қара тұз және тағы басқа түрлері бар. Олардың әрқайсысының адам денсаулығына пайдасы бар. Йодталған тұздың пайдасы: әркім йодтың қалыпты өсуге, дамуы мен тіршілік етуге өмірлік қажеті бар микроэлемент екенін білуі тиіс. Йодтың тапшылығы алқымның ісуіне, яғни қалқанша безінің үлкеюіне әкеп соқтырады. Егер йод тапшылығының орнын толтырмаса, қалқанша бездің гормондарын өндіру қызметі бұзылады. Адам ағзасында йодтың 90% тағам арқылы қабылданады. Йодтың көпшілігі теңіз өнімдерінде, теңіз балығында, балық майында, теңіз орамжапырақтарында кездескенімен, оны бір шөкім йодталған тұзбен алмастыруға болады. Қазақстанның аумағында табиғи йодтың мөлшері жеткіліксіз болып келеді. Сол себептен біздің көптеген отандастарымыз үшін йодпен байытылған тұз пайдалы болып келеді. Бүгінгі таңда табиғи йодталған тұздың жетіспеушілігінен тұзды жасанды йодтап пайдалануға мәжбүрміз. Адам өз өмірінде бір шай қасығына сиятын 8 грамм йод тұтынатыны есептелген. Негізінен құрамындағы йод ауаға ұшып кетпеу үшін тұзды қақпағы жабық ыдыста сақтайды. Йодталған тұздың сақталу мерзімі 6 ай. Мұны сатып алған кезде есте сақтаңыз. Йод жарық әсерінен тез бұзылатындықтан, оны дүкеннен герметикалық ораммен сатып алу қажет. Тұздың құрамындағы кішкентай қуыстың өзі оның құрамындағы йодты азайтады. Тұздың зияны оны көп мөлшерде тұтынғанда байқалады. Ол организмдегі жолдарды бітеп, сұйықтық ағзадан шыға алмайды. Соның салдарынан ісіну пайда болып, натрий хлоридінің қалдықтары жинала береді. Натрий қан қысымын көтереді. Ол гипертония ауруына, денсаулыққа зиянын тигізеді. Ауру асқынған жағдайда адам инсульт алуы мүмкін. Тұзды көп мөлшерде қолдану бауыр, бүйрек, жүрек ауруларына әкеліп соғады. Тағамды үнемі тұздап жеу дәм сезу рецепторларының сезімталдығын басып, соның себебінен табиғи тағам дәмсіз көрінуі мүмкін. Егер біраз уақыт тұздан бас тартар болсаңыз, дәм сезу рецепторларының сезімталдығы тағамның табиғи дәмін сезу қабілеті қалпына келеді. Салаттарға тұздың орнына түрлі дәмдеуіштер мен лимон, сірке, су қосуға болады. Тұз қан тамырларына жарты сағаттың ішінде орасан зор нұқсан келтіреді. Австралиялық ғалымдар тамаққа көп қосылған тұздың ағзаға қалай әсер ететінін арнайы тәжірибе барысында анықтаған. Арнайы ғалымдардың хабарлауынша, дәрігерлердің арнайы сынағына денсаулығы мықты 16 адам қатысқан. Олардың әрқайсысы жеген тағамға 4 грамм тұз қосылған. Бұдан соң олардың 0,3 грамм тұзы бар тағам және беріледі. Сынақтың алдында және одан кейін ғалымдар зерттеуге қатысқандардың иық артерияларының, қан тамырларының соғысын өлшеген. Зерттеу барысында тұзды тағам жеген адамдардың қан айналымы айтарлықтай тежелгені байқалған. Тұз 30 минуттан соң-ақ ағзаға әсер ете бастап, қан жүгірісін шамамен 1 сағат бойына тоқтатқан. 4 грамм тұз адамның жалпы рационына енетін тағамдардың орташа тұздылық көрсеткішіне тең. Соған қарамастан тұзды көп қолдану адамды оқыс өлімге итермелеуі ықтимал. Жүргізілген сынаққа қарағанда адамның қан тамырларын қатайтқан нәрсе тұз болуы мүмкін деп санайды. Ақпарат пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліңіз.